Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздермен дымляма тағамын дайындаймыз. Бұл ерекше тағам және де өте дәмді болып шығады. Күнделікті өзімнің қолданып жүрген рецептіммен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең әуелі отымызға қазанымызды қойып, кішкене қыздырып алып, содан соң ішіне сұйық майымызды молдау етіп құйып аламыз. Сұйық майымыз сәл қызғаннан кейін, осындай алдын ала үлкен бөліктерге бөліп тураған еттерімізді салып аламыз. Еттерімізді және де көкөністерімізді алдын ала ең әуелі барлығын турап шығатын боламыз. Содан соң етіміздің үстіне 1 шай қасық тұз, 1 шай қасық бұрыш және де паприка қосатын боламыз. Паприканы мен көз мөлшерімен қостым, шамамен 1 шай қасықтай. Енді осыны жақсылап араластырып, сәл ғана қуырамыз. Полукольца етіп туралынған жуаларымызды осы етіміздің бетіне салып, барлық жеріне жеткізіп, осылай жуаларымызды салып шықтық. Енді осындай үлкендеу етіп туралынған морковтарымызды салып шығамыз. Және де осының бетіне чесноктарымызды әрбір жеріне салып шықтық. Енді баклажанымызды осындай дөңгелек етіп туралынған барлық жеріне жауып, осылай салып шығамыз. Енді осының үстіне тұз себеміз. Жақсылап барлық жеріне жеткізіп, тұз сеуіп шығамыз. Және де полукольца етіп туралынған помидорларымызды да барлық жеріне жеткізіп салып шығатын боламыз. Енді кезекте капуста. Капустамды мен осылай бірнеше бөлікке турадым. Осы қазанның беті, қаппағы жабылып тұруы тиіс. Яғни ашық қалмауы керек. Сондықтан мен осылай капустамды бастырып, барлық жеріне жауып, жақсылап, нығыздап салып аламын. Осындай үлкендеу етіп туралған капустамызбен жақсылап бетін бастырып жауып аламыз. Содан кейін қақпағын жауып, қатты отта 15 минуттай қатты етіп қайнатып алғаннан кейін, ең жай отта 1 сағат жарым немесе 2 сағатта пісіріп аламыз. Ол енді етіңізге байланысты. Егерде жас малдың еті болса 1 сағат, 1 сағат жарымда пісіп қалады. Ал егерде үлкен малдың еті болса 2 сағат, кем дегенде 2 сағатта пісіп шығады. Ендігі кезекте картошкамызды дайындаймыз. Ол үшін кастрөлімізге салқын суымызды құйып, 1 шай қасық тұзымызды салып, қайнатып аламыз. Суымыз қайнағаннан кейін картошкамызды салып, пісіріп аламыз. Картошкамыз қатты езіліп кетпеуі керек. Піскеннен кейін осылай бөлек ыдысымызға түсіріп аламыз. Енді құрғақ тавамызға аз ғана сұйық майымызды құйып, қыздырып алғаннан кейін чесногымызды салып, кішкене қуырып аламыз. Чесногымызды қызартып қуырып аламыз. Бұл чесногымыз майымызға сіңіп, яғни картошкамыздан жақсы дәм беріп тұратын болады. Дымляманың пісуіне 15 минут қалған кезде біздер осындай дөңгелекше етіп кесілген перецтарымызды капустамыздың бетіне салып шығатын боламыз. Яғни бұлар езіліп кетпеу үшін 15 минут қалған кезде саламын. Және де бұл перецтарымыз әдемілік үшін де жақсы болып көрініп тұрады. Қуырылған чесноктарымызды алып тастаймыз. Содан соң осы майымызға картошкамызды салып, жақсылап осылай екі жағын қызартып қуырып аламыз. Дымляма тағамыз дайын болды. Менде 1,5 сағатта пісіп шықты. Енді осыны әдемілеп тарелкамызға салатын боламыз. Ең әуелі мен перецтарымды бөлек тарелкаға, соңынан әдемілік үшін бетіне салатын боламын. Бөлек тарелкаға салып, бір шетке қойып қоямын. Енді кезекте капусталарымды осындай
арнайы шипциямен жан-жағына тарелкамның шеттеріне әдемілеп салып шығатын боламыз. Енді еттеріміз бен көкөністерімізді сорпасынан сүзіп аламын. Осындай арнайы сүзгішпен жақсылап сүзіп алып, тарелкамыздың ортасына қарай әдемілеп салатын боламыз. Барлығын сүзіп болғаннан кейін сорпамызға картошкаларымызды бір салып аламыз. Сол кезде картошкаларымызға сорпамыздың дәмін сіңіріп, өте сочный болып шығады. Осылай жасауға сіздерге кеңес беремін. Және де картоптарымызды осылай айналасына әдемілеп қойып шығатын боламыз. Егер де майлы десеңіздер, қуырғымыз келмейді десеңіздер, ол кезде сіздер картошкамызды бірге, қазанымыз үлкен болған жағдайда бірге де салып бұқтырып пісіруге болады. Яғни помидорымыздан кейін картоплымызды салып, бетіне капустамызбен жауып, бұқтырып осылай пісірсеңіздер де болады. Енді кезекте біздер перецтарымызды саламыз. Және де мен дөңгелек етіп кесілген жуаларымызды әрбір жеріне салып, әдемілеп қойып шығатын боламын. Мінекей дымлама тағамымыз дайын болды. Бұл өте дәмді болып шығады және де өте ерекше тағам. Қонақ күткен кезде де осы тағамды ұсынуға болады. Барлығын таңғалдырасыздар. Және де жақындарыңызды қуантып, демалыс күндері де дайындап беріңіздер. Қош сау болыңыздар.